Қайырлы күн оқырмандар. Бүгінгі оқитын әңгімемнің тақырыбы қара қазан. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Өте әсерлі әңгімелер көп. Ұшар төбесінен күн көрінген сидан бөренеге көк туды іліп қойды. Тіп-тік боймен көрмелеп барып, мүйіздей қатты алақанымен аялап ұстап, жүздік шегеге іліндіріп қойған көк ту желкемнен желбіреп, желпілдеп тұр. Ошақ басында қазан қайнатқан, қартайса да қаржымы қайтпаған, шашы қылаң тартып қобыраған кемпір жалпылдақ отынды қолымен ішке қарай ысырып тастап, бөренеден сыпырылып түсіп келе жатқан баласына ту сыртын беріп тұрып күн кетті. Онан да отын түсірсейші, көк туды көкке ілгеннен не пайда? Ой, сұмдық-ай! Отын таусылғанын да көрдік. Мынау жалпылдақтың ең соңы. Тілес тірлігіне мәз. Ұзын бөрененің басындағы көк ту болмашы желкеммен желбіреп, есік алды 1 мамыр мен 7 қарашаны елестетіп, бұрын көрмеген көрікке бөлегендей. Сөмкесін арқалап сабақтан қайтқан бірлі-жарым балалар да желп-желп еткен үлкен жалауға қызығып қарап тұр. Бірақ олар ештеңені де терең түйсініп тұрған жоқ. Бұл алаң емес, мектеп емес, тудың бұл жерге не керегі болды екен? Деп баланың санаға сәл-пәл салмақ салып тұрса да, желп-желп еткен көк ту көздің жауын алып, жан дүниелерін арашалап алғандай. Шешесі, отында тіске басарда таусылды. Мынау соңғы ет дей бергенде мал қора жақтан ыр еткен бөтен дауыс қақсал кемпірді селк еткізді. О, Құдай, құртшы осының көзін, онан да қоя сұрамайсың ба? Апа, осы қасқырды сойып алсам ба екен? Тәйт, бір түрлі тілес атанғаның аз еді. Жалау желбіретіп жұртты жинадың, енді қасқыр сойсаң жындыханаға кетерсің. Төсін жейміз ғой, терсін ішек қылам. Мейлің, сен менің айтқанымен жүріп пең. Тілес есік алдындағы табалдырыққа көт басып, еркін жайғасып отырды. Кеше қалаға барсам, жұрттың жүк салған сөмкесінде біздің елтаңба, жұрттың киген футболкасының иығында, арқасында тіпті таптар шалбардың артына дейін біздің елтаңба тұр. Онан да елтаңба менің дәл есігімнің алдында желбіресінде, деп ол өз тірлігіне дән риза. Базардан бір қой сатып алатын ақшаң бар ма? Деді шешесі. Қомпайып тұрған қол басынан мазалы жалпылдақ отынды ошаққа қарай ысырды. Ақшам жоқ, бірақ есебін табамыз. Шешесі сергек көңілімен еркінсіп бір қарады да шөмішпен сапырып сорпаның дәмін татты. Әйтеуір бір нәрсе қылар деп ұлына сыртын беріп тұрып, арқасын кеңге салды. Сол сәт бастырмадағы қасқыр тағы да ыр етті. Тілес оны өткен аптада қақпан құрып ұстады. Апаннан ұстайтын қыс емес қазір, қоңыр күз. Аңшы тілес қасқыр келеді ау деген жерге дейін қақпан тастап кетті. Бір қақпан сүйретіліп, жарым жолда қалыпты. Біреуі әрі кетіпті. Із кеткенде артқы аяғынан ақсаңдап бара жатқан түз тағысын көрді. Тілестің қолынан келмейтіні жоқ. Қуып жетіп ап жылқыларға салар құрықпен ақсаңдаған түз тағысының тұла денесін орап алды. Ырылдап айбат шеккенімен қаны тамшылаған қаншық әбден әлсірепті. Қол аяғын буып Москвич деген маркамен майға тіркетіп алған қолдан құраған мәшинесінің артына салып үйге әкелді. Алдыңғы оң аяғы мен артқы сол аяғын босатты. Алдына арам су ішіп өлген тауықты үйіп қойды. Оны искеместен итеріп тастады. Бүгін міне ырылдаған үні шықты. Апа, мен хайуанаттар паркін жасап, бұны мен ақша табамын деді. Қазанды тағы бір сапырған шешесіне. Өзің біл, не қылсаң да, тек ырылдамасыншы. Маған бір ырылы жақпайды. Құлағыма қойдың даусы келеді. Есік табалдырығында отырған тілестің құлағынан қара қойдың үздік
создық маңыраған үні кетпей қойды. Әкесі мал сойғанда бұған сирағын ұстатып қоятын. Әкесі қасап еді. Тіпті көрші қолаң маңдайымыз жіпсісін де қаңсып қалдық қой дегенде қорадағы қойдың біреуін сойып тастап кірәлап сататын. Өзі тапжылмай сирағын ұстап отырып қолы талып кететін. Алқымына пышақ тигізерден бұрын сәл ғана маңырайтын жануар жаны шығарда байланбаған оң сирағын қайта-қайта сермейтін. Сермелген сирақты ұстайын десе әкесі, тиме, жан далбасасын жасасын дейтін. Бірде ішін жарғанда екі егіз қозы шықты. Сонда шыдай алмай кетіп, көке, неге қойды соя бересіз дегенде, бас сирағы пайда, терісін өткіземіз деген жайбырақат. Табалдырық пен қауындықтың екі арасы малдың қаны боп көлкіп жатыр. Кетпен тегістен сол жерде қып-қызыл боп қан бұрқ ете қалды. Сол қора толы қойдан бір баста қалмады. Қаңсығының көкесін енді көресің деп жалғыз шешесінің бір ауыз сөзі қамшы боп бар екен. 5 сом ақша бар екен. Өзі құрастырып алған москвичті гөрі толдырып кейін шегінді. Көже пісті ғой, қайда барасың? Қазір апа, шиелге барып келемін. Осының бір шайтаны бар дейін десе, қағынағын жарып шыққан жалғызына жаман сөз айтуға аузы бармайды. Әпкесі ілес шиелде, еркек кіндіктен қалған көсеуі де, көсемі де осы. Тірлігінде мін жоқ, темір мен ағаштан түйін түйеді. Бірақ қимылы шалт. Қас пен көздің арасында біреу қуғандай не жау тиді. Қолмен құрастырған москвич ауылдың жалғыз аялдамасына жете бере тоқтады. Бәрі де ошарланып, аудан орталығына баратын ережесі жоқ автобусты мойындарын созып күтіп тұр. 4 адам отырыңдар. 5-ші боп бір келіншек тығылыса беріп еді тілес. Жеңеше, болмайды, ресор майысып кетеді. Ол да адам сияқты артық жүкті көтермейді деді. Ой, ресорыңмен бірге қата қал, ресорда басың қалғыр деп сидам келіншек есікті сарт жапты. 2,5 шақырым 4 дөңгелекке түк емес. Осы мәшинені құрастырып жатқанда гу-гу сөз болған. Тілес қолдан велосипед жасап еді. Енді темір тасып мәшине құрастырып жатыр дейді. Әкесі мал союдан қолы тимейтін қасап еді. Өзі темірдің қасабы, басына көрінсін деп біраз сөз айтқан. Артта отырған 3 келіншекте үн жоқ. Алда қасына қатар отырған тілін шайнап сөйлейтін Ажаркүл шешей бір мезет бетіне жалт қарады. Тілес, мәшинең құтты болсын. Осыған темірді қайдан аласың деп күле қарады. Іздесең табасың. Біздің Сейтқазы тракторге өмірі запчасты таба алмайды ғой. Ол колхоздың тракторы, бұл жеке. Сонда бұл өзіңнің жекең бе? Енді қарасаңшы, жеке болғасын ғой, дызақтап жаным ашитына. Шешең мініп көрді ме? Айтқан жеріне апарам. Өй, арманы жоқ қой, Патымаштың. Енді есек арбаға көшіңдер, мәшинеге май жоқ депті ғой, алыстағы дәу әкім. Дұрыс айтасыз, Ажаркүл апа, 1 литр май бір қойдың құны. Көтек, өстіп жүріп қойдан айырылар ма екенбіз? Айырылдық қой деді артта әрең шыдап отырған сұр келіншек. Оның қасындағысы болмысы бостау сары келіншектің әрең шыдап отыр екен. Аузын басып ішек сілесі қатып күлгенде толық кеудесі дір-дір етіп қасындағы келіншектің иығына сүйір иегін сүйеді. Келдік деді тілес нән автобус пен 1-2 газель тұрған жүдеулеу аялдамаға жеткенде. Арттағы 3 келіншек 30 теңгеден ұстатып түсіп кетті. Ажаркүл құр қол есікті аша бергенде, апа, жолақы төлеңіз деді тілес. Үйбай, Патмаштың баласы менен теңге алмақшы ма? Пішту? Апа, бұл социализм емес, капитализм, заман өзгерді. Әй, бағана отыра бере құтты болсын айттым ғой мәшинеңе.
Капитализм болмай, оның зоры болса да пішту мәшинеңе деп Ажаркүл жаулығы желп-желп етіп есікті ашық қалдырып кете берді. Бірге түскен үш келіншектің күлегеші ішін басып екі бүктеліп жазыла алмай бара жатыр. Тілес 90 теңгені қалтасына салды да тартып кетті. Шиелінің шетінде босалқы бөлшек сататын неміс бар. Сол енді арақ сататын болыпты. Тірлігі тастай. Осы машинені құрастырғанда талай босалқы бөлшекті алған еді. Енді барып арақ алмақшы. Эмель, үйіңде екен. Тілестің машинесін көрдің бе? Во, деді бас бармағын майыстырып. Енді сыртын сарымен сырла. Сары түс шаңмен кірге төзімді келеді. Не аласың, бұл жолы темір емес. Арақ іздеп келдім. Оны қайтерсің? Қойға айырбастаймын. Вот тебе жаңалық. Люба, сенде бірдеңе бар ма? Әйелі қылқындырып ұстап алып келген бір бөтелкені көне газетке орап алды да ақшасын төлеп жүріп кетті. Енді ауылдың күн батысындағы Шошқабас қыстауына барды. Шешесінің көңілі құлазығанда айтқан бір ауыз сөзі өз көңіліне дік ете қалды. Анасының сөзін өмірі жерге тастамапты. Бұл жолы да есік алдында көк туылып, қорасында қасқыр қамаған баласының қолынан іс келетіндігін көрсетпекші. Москвич зулап, Мәрік көпірден өтіп, ауылдың шетін бойлап Шошқабазға да жетіп қалды. Өсімтал малды шаруашылықтан алып кеткенмен, жекешеленген қыстауда талпақ танаудың аты қалды. Осы жерде қолда бар қойын бағып отырған бектұрғын, алыстан қосылатын ағайын, істі жақсы бастап мал басын көбейткенмен арақтан ашша тұяқты аямайды. Ішінде бықсып жанбай жатқан бір қыжылы бар. Перзенті болмағасын ба, екі дүние бір қадам. Ештеңені аялап алақанына салмайды. Бұрын бір рет мал алуға барғанда ішетін бірдеңең бар ма деп інісінен ашықтан ашық сұраған. Мен мал басын көбейту үшін емес, мына бала тумаған кішкентай қатын қоймағасын бағып жүрмін ғой деп, ошақ басында жүрген киіктің асығындай жұбайын ызамен бір қарап қойған. Жұрттың бәрі әйелінен көреді. Ағайдың өзі де көрініп тексерілмей ме екен деп ойлады да, айтсам ба екен деп ойланып тұрып алсам, сен маған ақыл айтатын кімсің деп шешемді нысанаға алады ғой деп үндемеді. Қазір кім көрінгенге бір бөтелкеге бір қойды айырбастай салады дейді. Сонда малдан тұқым алып қалмай ма екен? Шошқабаздың төбесі қарауытты. Шипырмен жабылып ұзыннан ұзақ созылған сән салтанаты бар үй. Талпақ танауға үкімет бар жағдайды жасап қойған. Мұны үйдің безендірілуінен ақ білесің. Бірақ ауыл шетіне шығып ойнауға кішкентайлар қорқатын. Торай қорсылдап, басқаларды бөтенсіп тұратын. Майлы дененің сирағы жылдам, балалар әйтеуір қашып құтылатын. Бас ие Шпанковтың суреті колхоздың құрмет тақтасының төрінен түспейтін. Ақ торайға сәулетті қыстау соғып, колхоз 4 түліктің 5-шісі қылып, санын арттырып, қадірін асырудаяқ асырды ғой. Қойшы, жарықтық есік, терезесі жоқ, алаша тұтқан аласа тамда отырғанда Шошқабаздың шамы жарқырап, ауыл шетін нұрға бөлеп тұратын. Сол қойшы ауылды тамсандырған Ақшаңқан үйге де жақындап қалды. Өзінің қасындағы орындықта газетте ораулы бөтелке арлы-бері шайқатылып, екі дүние бір қадам деп келе жатыр. Бір ары, бір бері лықсыған тентек су, сен де бір адамды алып қойған құдіретсің-ау, деді де, не де болса дегенде Шошқабазды жекешелендіріп алған ағамды айтсайшы, деп алыстан көрінген баздың көркіне көңілі тояттап, жаны жадырай қарады. Жұпыны киінген жүдеулеу ағасы сол маңда жүр екен. Қойлары ақ қойдан қалған астауға бас қойыпты. Суытсың ғой, деді Бектұрған салған жерден. Суытпын,
Шешем маңдайым тершіп сорпа ішсем деп отыр. Сол үшін шөлмегің бар ма? Онсыз жүрмейміз ғой. Кешегі ішкен арақтан кеңсірігі қаңсып тұрған алпыстың алқымындағы кісінің шодырайып шыққан тамақ безі бүлк ете қалды да бірден жадырай жөнелді. Әкел. Тілес алдыңғы орындықтағы ораулы шөлмекті ытқып барып әкеп берді. Өзің таңдап ал бір тоқтыны. Осы кезде жақындап келген жұбайы бұған жеңге болатын жіңішке әйел сөйлей жөнелді. Қойды араққа айырбастап болғасын қалаға көшсек дейміз. Осы біреу өзірі тезірек таусылса екен. Даланың шөбі де құнарсыз, жем де жоқ. Бір берекесіз дүние. Бұрынғы берекенің бәрі бір күнде қайда кеткенін қайдам. Аш қасқыр шапқан сайын Алматы жаққа көшіп кеткіміз келеді. Арба айдасақ та өлмеспіз. Бедеу әйелдің жанынан шыққан 2-3 ауыз сөз Тілестің жанына қатты батты. Сонда мына қара қойдан айырылып қалаға көшкенде ол жаққа барғанда қойды кім береді? Бұларға басу айтатын біреу жоқ па? Мен айтсам жұмыртқа тауыққа ақыл үйреткендей болар. Шешеңнің маңдайын тезірек терлет. Мен де жіпсіп шайымды ішейін деп шөлмектің тығынын тісімен тыңқ еткізіп ашты да тезірек кесеге құйғанша асықты. Әй, сен қашан келін түсіріп Патымашқа боқ жуғызасың? Деді кетіп бара жатып артына бір бұрылып. Ар жағында әйелі ернін тістеніп ызалана қарап тұр. Өзіңді жарылқап алсайшы деген сөз оның 62 тамырын айналдырып жүр. Тілес семіз тоқтыны артқы қуысқа тықты да Москвишін гүр еткізді. Шынында осы үйлену керек. Жас болса келді. Әскерден құтылдық. Баспаналы болдық. Енді шешеміз көрер қызықты ойласақ ана байлаулы қасқырды бір жақты қылайыншы дегенде құлағына қойдың маңырағаны естілді. Бұл не, баяғы құмкөлге айырбасқа айдаған қойдың жан дауысы ма? Мәшинені тоқтатып жүк салғышты ашты. Ауасыз кеңістікке қара тоқты танауы пысылдап ырсылдап жатыр. Өзін көргенде маңырағанда да жоқ. Момын сорлы шыда. Қақпақты тарс жапты да жоғары жылдамдыққа салды. Үйіне қой әкелгенде шешесі таң тамаша қалды. Осыным әкесіндей шалымды болмаса да шалтығы бар. Бір жерден шығар әйтеуір деп еріне тиер-тимес майлы сорпаны көңілімен ұрттады. Жүк салғыштан есеңгіреп шыққан қара тоқтыны қасқыр тұрған қораның бергі бұрышына байлады. Қасқырың тартып жүрмей ме? Деді шешесі сақтандырғандай боп. Адам мен қасқырдан қой артылған ба? Шешесі тырс етіп үндеген жоқ. Қара қойдың қаны аққан табалдырық пен қазандықтың аралығына темір торды үйшік жасап қойды. Айналасы жылан жалағандай тап-таза. Көз көретін қылаудай артық зат жоқ. Жыңғылдың бұтағы да, қыстан қалған қара көмірдің жұғыны да жоқ. Айнала көсе адамның иегіндей. Жып-жылмағай. Қарашы, қаланың запаргы жолда қалады. Ауылдың запаргіне жол ашық деп өзіне өзі іштей айтатын әжуа сөзінің мойнын қылталақтата бергенде кітабын қолтығына қысқан балалардан кейін мектептің бірлі жарым мұғалім қыздары да көріне бастады. Келіңдер, келіңдер, анау қара шелекке 50 теңгеден тастаңдар да көре беріңдер, деді келушілердің алдынан жылы ұшырап шығып. Қара шелектің түбіне тыңқ-тыңқ етіп тиын түсіп жатты. Тиынға тиын соғылысып, бірте-бірте күмістің даусы жұмсақтау шықты. Жалп етіп дыбыссыз түсіп жатқан қағаз сомдықтар да бар. Салушылар шелек тұсынан тезірек өтіп, тор ішіндегі арлы-бері айналған қасқырды көргенше асық. Бұл ауылдың баласы түгіл ересегі де қасқыр көрмепті. Егін салып кетпенді серік қып, ел дәрия бойлаған тоғайға барып, қасқыр аулауға құштар еместі. Шелекті айналып өткен көрші қолаң түсінің суығынай деп кетті. Көзі жаман екен кәпірді, қасқыр көзіңді жұмғанда атылады деген рас қой десе,
қара қойды жеп тойынып тұрысын қарашы деген бір әйелге мұғалім келіншек басып айтты. Оны қасқырдан көретін дәнеңең де жоқ. Өзіміз сойып жеп қалғанын бартерге айырбастадық деп білімді жауап беріп еді. Әлгі әйел, жегулейді қойшы, боп тұрғанда қара қойдың арқасында алып едік, енді майсыз арбамен жүріңдер деген ұран тастап жатыр ғой, деп жауаптан жаңылмады. Оқушылар аң-таң. Жыртқыш та темір тордың ішінде қимылсыз жатыр. Қақпанға түскен артқы аяғы тұзды су сіңген ақ шүберекпен матап таңылып тасталған. Көксерек сияқты адамға шауып жүрмей ме, деді арық қара бала қорқақтай қарап. Ол кино ғой, деді екінші бала. Өмірде бәрі бола береді. Бұл жыртқыш адамды қасқыр асырап, біз сонан өсіп өнгенбіз дейді ғой, деді әңгіме бастаған бала. Бір елдің туында көкбөренің суреті бар дегенде, дәл түбіндегі баған басында желкемсіз күз күнінде желбіремей тұрған аспан түстес көк туға қарады. Бір елдің туында көкбөренің суреті бар дегенде, дәл түбіндегі баған басындағы желкемсіз күз күнінде желбіремей тұрған аспан түстес көк туға қарады. Оны ертең желбірегенде көреміз. Біз де қыран ғой. Сол кезде гүрілдеп есік алдына таман жатаған жеңіл мәшине келді. Тілестің жездесі Ілестің күйеуі Қайдар екен. Келген бетте Тілесті іздеді. Не болды? От алып келгендей. Ағарғаннан ауыз тисейші, деді қайненесі қатуланып. Жоқ апа, облыс әкімі таусама алып біздің ауылға келе жатыр. Сол кісіні шекарадан күтіп алып, күймелі арбамен алып жүреміз. Сол жерге халықты жеткізу керек. Сіздің ауыл қайын жұртың ғой деп маған жүктеп еді. Тілес мәшинесімен жұртты тасиды. Ол қасқырмен болып жүр ғой. Әй, ол да бір. Қой, жоқта қасқырдың не керегі бар екен? Қасқыр қашанда керек. Ол тегіннен тегін беріспейді деп бір бүйірден Тілес шыға келгенде жездесі әй-шәй жоқ шаруасын айта жөнелді. Осы Қызылтаң мен жаңа тұрмыс менің мойнымда. Бүкіл халық иінтіресіп таусамалыпты күтіп тұру керек. Мәшинеңе сыйғанша мінгіз де шекараға жеткіз. Қайтарда өздері бірдеңе қылып жетер. Қазір ат арба мен есек арбаның заманы. Соған көшіп жатырмыз ғой. Сені де көрсетеміз, қолдан машина құрастырып алды деп. Бір әдемелеп сырлап алғанда болатын еді. Мейлі, бүгінге үлгермеді дейміз. Жездесінің сөзі заң. Бұрын да бір аяқ астынан кеп, ертең құм көл мұнай кеніштері осы ауылдың қойын айырбасқа айдаймыз.